Сәлеметсіз бе, мен бүгін өзімнің кіші балам Абдурахманның развитиясы жайында айтқым келіп отыр, және бізде алоэ вера продукциясының фокус жайында. Мен балам туылғанда тяжелый болып туылған. Қазіргі уақытта ЗПР, ЗР, аутизм деген диагноз өте көп. Мен балам туылған кезде под вопросом аутизм деп берілген. Бізде қазір поликлиника бойынша ЗПР диагнозында тұрмыз. Мен балам өте басында суы болды туылған кезде. Ол суға байланысты, су өскен сайын баланың развитиясы төмендейді екен. Развития балада мүлдем болмайды десе де болады. Біз 8 айынан бастап алоэны беріп бастадық. Генка плюс, ол қазіргі фокус. Біз одан кейін аллергиясы, шөпке аллергиясы қосып кетеді. Біз уақытша тоқтаттық та 1 жас 2 айында бердік. Бізді 1 жас 2 айында беріп бастадық. Мен балам жүрмейтін, вообще даже бірдеңкені сүйіп тұру, ұстап қалу дегенде мүлдем білмейтін. Біз қалай фокус іштік, 1,5 айда мен балам кәдімгідей жағалап жүріп, уже біз 4-ші күні балам өзі жүріп баратқан көріп, бізде қуаныш, өте қатты қуаныш болды. Біз содан кейін үзбей беріп келе жатырмыз. Біз фокусты бергенімізге 4 ай болған кезде біз ай сайын УЗИға түсіп тұрамыз. Сол кезде 4-ші айында УЗИға барған кезде баланың басында су жоқ. Уже баланың еңбегі қатайып кеткен. Уже су жоқ.